Біз намазда тұрған кезде қандай сезімдерде болуымыз керек? Оны ғұламаларымыз көптеген сөздермен келтіреді, бірақ жинап келген кезде 6 сезім. Адамда хушуъ болу үшін мына 6 сезімді сезіну керек намазда тұрған кезде. Біріншісі худурул қалб, жүректің бірге болуы намаз оқып жатқан кезде. Екіншісі ат-тафахум, оқып жатқан нәрсені түсіну. Одан кейін үшіншісі ат-таъзим, яғни ұлықтау. Одан кейін хайба. Хайба дегеніміз сескену дейміз бе, оның не екенін түсіндірген кезде иншалла түсінікті болады. Одан кейін ар-ража, үміт сезімі. Үмітте намаз оқу, үміттеніп. Одан кейін келетін әл-хая, ұялу. Адамның намазы хушуъпен оқылу үшін осы сезімдер болуы керек. Худурул қалб біріншісі. Худурул қалб дегеніміз не? Худурул қалб намазға кірген кезде жүректен, сол намазға қатысты, ахиретке қатысты нәрселерден басқаның барлығын шығару жүректен. Яғни тахлия, босату жүректі. Бізде нәпсіні тазалау білімінде мынандай терминдер бар. Тахлия дейді, тахлия. Тахлия дегеніміз босату. Яғни мысалы бір ыдыс болса, ыдыстың ішінде бір нәрсе толып тұрса, сіз оған басқа нәрсені құя алмайсыз. Бірінші ыдысты босату керек. Ыдыс босағаннан кейін орнын басқа нәрсемен толтырасыз. Адамның жүрегінде ширк болса, таухид кірген кезде ширк шығу керек. Адамның жүрегінде тәкаппарлық болса, кішіпейілдік кірген кезде тәкаппарлық шығу керек. Тәкаппарлықпен кішіпейілдік, ширкпен таухид бір жерде жиналатын нәрселер емес. Бірінші тахлия, босату. Худурул қалб дегеніміз намазға кірген кезде намаз және намазға қатысты, ахиретке қатысты ой пікірлерден басқа нәрсенің бәрін жүректен шығару. Бұл худурул қалб делінеді. Одан кейін екіншісі ат-тафахум, түсіну. Яғни адам кейде намазда тұруы мүмкін, намазда тұрғанын ойлап тұрады, ой басқа жақта жүрген жоқ, оқып жатқан әріптеріне көңіл бөліп тұрады, бірақ оның жүрегі мағынасымен бірге болмайды. Имамдарымыз айтады, бұл нәрсе әсіресе көбінше Құран жаттайтын адамдарда болады деді. Құранды әріптерін дұрыс оқу, әрібін дұрыс шығару, жуандығын, жіңішкелігін, мәдді толық созу, сол нәрсеге қатты көңіл бөліп кеткен кезде ол аяттың мағыналарын басқаларын ұмытып қояды деді. Тек қана сыртқы көрінісімен айналысып қалады. Бұл да бір ауру. Құран оқудан негізгі мақсат оны тәдәббүр жасау, түсіну, ұғыну. Алла субханала ва тағала афала ятадаббаруна ал-Құран, олар Құранды түсінбейді ме? Ам аля қулубин ақфалуха, немесе олардың жүректерінде құлып бар ма деді. Яғни кейде біз әріптерге көңіл бөліп тұруымыз мүмкін, бірақ мағынасын ойлап тұрмаймыз. Тафахум дегеніміз адам оқыған нәрсесін түсініп, сол оқыған нәрсесіне орысша айтқанда реагировать ету. Тозақ аяттар оқылған кезде соны сезіну, жаннат аяттары оқылған кезде бір үміт етіп, соған талпыну, сананы оқып жатқан кезде, фатиханы оқып жатқан кезде, субхан раббил азим деген кезімізде Алланың ұлықтығын сезіну, осы нәрселердің барлығын тафахум дейді. Одан кейін ат-таъзим, ұлықтау, ұлылығын сезіну Алла субханала ва тағала. Ұлықтау худурул қалб, одан кейін түсіну, ұғыну, одан кейін келетін нәрсе. Адам бұл дүниеде өзінің қызметшісіне сөйлеуі мүмкін. Келіп алып бір нәрселерді бұйырады. Бұйырған кезде сөзін сөйлеп жатыр және ойы сөзімен бірге тапсырмалар беріп жатады. Не ойы басқа жақта емес, сол сөйлеп жатқан сөзінде. Сөзін түсініп тұрады. Бірақ ол бұл жерде өзінің қызметшісін ұлықтап тұрған жоқ. Яғни біз Алла субханала ва тағаланың алдында тұрған кезімізде бізде бірінші худурул қалб, жүрегіміз бірге болу керек, түсінуіміз керек және одан кейін ұлықтау сезімі, Алланың ұлықтығын сезіну болу керек. Одан кейінгісі хайба дейді. Хайба дегеніміз не? Хайба Алланың ұлықтығынан туындайтын қорқу. Мысалы, адам бұл дүниеде көп нәрселерден қорқады. Табиғи қорқу. Жыланнан қорқады, қабаған иттен қорқады, шағып алатын нәрселерден қорқады. Бұны хауф табиғи дейді. Яғни табиғаттағы қорқу. Ғұламаларымыз хауфты қорқуды екіге бөледі. Хауф дини қорқу және табиғи қорқу. Адам бағанағы иттен қорқады, жыланнан қорқады, тағы да басқа жыртқыш аңдардан қорқады. Бұл табиғи қорқу. Бірақ Алладан қорқу ол ондай қорқу емес. Ол ұлықтау қорқуы. Ұлылығын сезініп қорқу. Яғни хайба дегеніміз Алла субханала ва тағала ұлықтығын, Алланың шынайы Рабб екенін сезінуден туындайтын қорқу. Бізде ұлықтау болу керек және ұлықтаудан кейін Алладан қорқу болуы керек. Одан кейінгісі үміт. Біз Алла субханала ва тағаладан қорқамыз, бірақ қорқумен бірге үміт етеміз. Тек қана қорқу емес. Яғни мысалы бұл дүниеде не бір адамдар бар, жауыздар бар, кезінде неше түрлі диктаторлар өтті, Сталин басқа сияқты. Адамдар олардан қорқатын, оларды ұлықтайтын, бірақ бір жақсылық үміт етпейді. Біз Алла субханала ва тағаланың ұлықтығын мойындаймыз, Алланың ұлықтығын сезінеміз және сол себепті Алладан қорқамыз. Бірақ тек қана адам қорқынышпен өмір сүрмейді. Бізде тепе-теңдік болу керек. Әл-хауф ва ража, қорқыныш және үміт. Адам қорқынышы басып кететін болса, тек қана онда ол адам Алланың жақсылығынан, Алланың рахметінен күдер үзіп қояды. Алла субханала ва тағала Құран кәрімде ла тайасу мин раухиллах, Алланың рахметінен күдер үзбеңдер деді. Оны кімдерге айтып жатыр? Тағы бір аятта Алла субханала ва тағала айтады:
Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Asrafu ala anfusihim, яғни күнә істеуде шектен шыққандар. Алла субханала тағала соларға айтып жатыр. Алланың рахметінен күдер үзбеңдер деді. Қашан адам Алланың рахметінен күдер үзеді, тек қана қорқыныш болып кететін болса, ой мен өлдім, болды, мен Алла ешқашан кешірмейді. Бұл ой Алла жайында жаман ой. Алла субханала тағала ла тақнату мин рахматилlah. Рахметінен күдер үзбеңдер деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи хадисінде келген бір кісі 99 адам өлдіріп, бір молдаға барады. Мен 99 адам өлдірдім, мен тәубе етсем, Алла мен тәубемді қабыл етеді ме деді. Ой, сен құрыпсың ғой, бол сен тәубеңді қабыл етпеді деп еді. Онда сені мен 100 болсын деді, онда өлдіріп тастады. Сөйтіп басқа біреу барған кезде Алла субханала тағала хадисте келгендей, таудай күнәмен келсең де мен оны кешірем деді. Шынайы тәубе жасасақ, Алла субханала тағала қандай да күнә болсын кешіреді. Серік қосудың өзінде Алла шынайы тәубемен кешіреді. Менің кешірілмейтін күнәм бар деп ойлау, ол Алла субханала тағаламен әдепсіздік. Омар радиаллаху анху айтады, егер қиямет күні 1000 адам келтіріліп, соның 999-ы жәннатқа кіреді, біреуі тозаққа барады десе, сол бір адам мен болып қалам ба деп қорқам дейді. Және екінші бір 1000 адам келтіріліп, соның 999-ы тозаққа барады, біреуі жәннатқа кіреді десе, сол біреуі мен болам ба деп үміт етем дейді. Адамда үрей мен үміт бірдей жүру керек. Қашан қорқыныш басым келуіне болады? Адам, ғұламаларымыз айтады, кәртейсе, бірақ күнәлар көп болса, ол сәл қорқынышты басым етпесе, тәубе етуі де қиын болып қалады деді. Ол кезде мен көрімнен төрім жақын қалып, қой тәубе етейін деп, ол адамда қорқыныш басым болу керек деді. Бірақ ешқашан үміт басым болып кетпеу керек. Себебі үміт басым болып кетсе, адам амалды тастап қояды. Қазіргілер бар, Құдай кешіреді, Құдай рахман, рахим, Алла мейірімді, рахымды, тек қана сол мейірімділікке, рахымдылыққа қатысты аяттарды ғана көреді. Ал Алланың азабының ауыр екені, тозақтың азабы қиын екендігі, ол аяттарды көрмейді. Адамда тек қана үміт басым болатын болса, тәубеге келу қиын. Сабана пайғамбар саллаллаху алейхи келетін хадистер бар. Пендем, егер сен тәубадағы күнәңмен маған келсең, бірақ маған шерік қоспасаң, мен оның барлығын кешіріп жіберем деген пайғамбар саллаллаху алейхи Алла субханала тағаладан сондай хадис құдсилар риуаят етеді. Ғұламаларымыз айтады, бұндай хадистерді біз тәубе етуші адамның көзімен оқуымыз керек деді. Күнә жасағысы келген адамның көзімен емес деді. Енді тәубе етуші адам сол хадистерді оқыған кезде ода үміт пайда болады. Алла кешіреді екен деп ода бір шабыт пайда болады. Сондай адамның көзімен оқу керек деді. Күнә жасағысы келген адамның көзімен емес. Күнә жасағысы келген адам көзімен оқитын болсақ, жазулы тұр екен ғой, әйтеуір серік қоспасақ болды екен ғой, иманымыз дұрыс болса болды екен ғой. Бұндай көзбен оқитын болсақ, біз әлбетте күнәға түсеміз. Яғни бізде хауф болу керек, қорқу, және сонымен бірге ар-ража, үміт болу керек. Одан кейінгісі және соңғысы әл-хая, ұялу. Алла субханала тағаланың ұлықтығына жараса ибадат жасай алмағанымыз үшін, өзіміздің ішіміздің сондай кір екенін, жамандығы үшін Алла субханала тағала соны көріп тұрғанын біліп, сезініп, Алла субханала тағаладан ұялу. Алла субханала тағала я'ламу хаинатал а'юн, көздердің қиянатын біледі. Ойлап қараңызшы, сіз көшеде кетіп бара жатсыз, жаныңыздан бір жеңіл киінген әйел өтті. Сіз нәпсіңізге беріліп, көз зинасына түстіңіз. Жаныңыздағылардан ұяласыз. Ұялмайсың ба, не басыңды ұрып қарап жатсың деп. Ұяласыз да көзінің қиығын салып бір қарап қояды. Бір қарап қойып өтеді. Немесе машина айдап отырса, боковой әйнектен бүйтіп қарап қояды. Жаныңыздағылар оны сезбейді. Бірақ Алла субханала тағала көздердің қиянатын біледі. Ва ма тухфис судур, көкіректерде жасырынып тұрған нәрсені біледі. Адамдар сыртқы жағымызды білсе, Алла субханала тағала біздің ішімізде не тұрғанын, біз сол Алланы қаншалықты ұлықтап тұрмыз, соның бәрін біледі. Бізде әлбетте ұялу пайда болу керек. Себебі біз Алла субханала тағала бұйырғандай Алланы ұлықтап жатқан жоқпыз. Намаздарымыз Алла субханала тағаланың ұлықтығының дәрежесіне сол деңгейдегі намаздар емес. Бір ғұламаның келтірген мысалы бар. Бір күні тышқан түйені жақсы көріп қалыпты деді. Түйеге махаббат қояды. Тышқан ақын екен, сөзге шебер екен. Тышқан еркек болу керек, себебі әйелдер құлағымен сүйеді дейді ғой. Өлең шумақтарын жазады түйеге арнап. Өлдім, күйдім, сүйдім, сен анаған теңсің, сен мынаған теңсің деп. Оны естіген түйе тышқанға сынады ғой. Сөйтіп тышқан түйені үйіне алып келеді. Үйіне сыйдыра алмайды. Тышқанның үйі мәлім. Түйе мына жағынан көреді, мына жағынан көреді, болмайды. Соңында тышқанға айтады: сен махаббатыңа жараса үй соқ дейді. Немесе үйіңе жараса өзіңе махаббат таңда дейді. Үйіңнің түрі мынау, маған махаббат қойып жатсың дейді. Не сол махаббатыңа жараса үй соқ, не сол үйіңе жараса өзіңе махаббат таңда дейді. Сонда ол кісінің айтпақшы болып жатқаны, сен дейді, Алланың ұлықтығына жараса сол деңгейде намаз оқы дейді. Немесе сол намазыңа жараса өзіңе басқа нәрсе тауып ал дейді. Немесе намазыңа жараса өзіңе басқа нәрсе тауып ал, құлшылық жасайтын. Алла сақтасын.
яғни біздің құлшылықтарымыз, намаздарымыз Алла субханала тағаланың ұлықтығының дәрежесінде болмайды. Біз сол үшін ұялуымыз керек Алла субханала тағала.